Сәлем достар, Қысқаша Джон, және бүгін мен сіздерге 2019 жылға драмалық триллер туралы безжалосыны айтып беремін. Фильм түнде Сани есімді ер адам әйелді ұстап алады. Оның есімі Лариса, оның күйеуімен бірге болғанын қызғанып, жақын арада одан құтылатындарын еске салады. Сосын ұрып-соғу үшін оны үйге апарады. Содан кейін бізге Сани жұмысқа уәде етілген қалаға көшіп барған өткенді көрсетеді, бірақ бос жұмыс орны енді жоқ екенін біледі. Сол түні ол көшеде ұйықтауды ұйғарды. Кейін бұзақылар шабуылдаған қарт адамды құтқарады. Джорджи есімді қария құтқарған үшін жас жігітке алғыс айтады, және сәлден кейін оның жас әйелі Лариса жүгіріп келеді. Сол түні Джордж Саниді үйіне әкеледі, және оған ыстық тамақ ұсынады. Тамақ кезінде ол оған жұмыс пен оған тұру үшін бөлме ұсынады. Сани қатты қуанып, жеңілдеп қалды. Лариса күйеуіне бұл адам туралы ештеңе білмейтінін ескертеді, бірақ Джордж бұл бейшараға көмектескісі келеді. Келесі күні Сани жұмысқа кіріседі. Күндер өтіп жатыр, ал Лариса онымен үнемі алыс жүреді. Бір күні ол оған келіп, егер ол қалғысы келсе, онда оған қарауды тоқтату керек екенін айтады. Неліктен бұл кемпірге үйленді деп сұрағанда, ол жауап бермей кетіп қалады. Бір күні кешкі ас үстінде Джордж Саниге ішімдік ұсынып, оған барады. Көзілдірік алуға асханада ол Ларисаны тауып алып, оған қолын тигізеді, бірақ ол қарсылық көрсетпейді. Сол түні ол оны ойлап ұйықтай алмайды. Келесі күні Ларисамен жалғыз қалу үшін Сани Джорджға машинаның дұрыс бөлігін анықтағанын айтады. Нәтижесінде Джордж бөлшектерді алуға кетеді. Лариса оның қанша уақыт кететініне таңғалады. Сани сағат 3-тер шамасында оның құшағына өзін лақтырып жібергенін және екеуі сүйісетінін естігенде жауап береді. Кейінірек Джордж қайтып келгенде, ол машинасының жұмыс істеп жатқанына қатты қуанды. Жөндеуден кейін ол сынақтан өтеді. Сани осы мүмкіндікті пайдаланып, Ларисаға абай болуды және әрекетін тоқтатуды айтады, немесе ол күдіктенеді. Ол оны қайталанбайтынына сендіреді. Содан кейін Джордж қайтып келіп, Ларисаға бұл көлік оның сыйлығы екенін айтады. Сол түні Джордж мас болып, диванда ұйықтайды. Лариса күйеуін алдағысы келмейтінін айтқаннан кейін Сани Ларисамен ғашық болу мүмкіндігін пайдаланады. Сани одан Джорджға неліктен үйленетінін тағы сұрайды. Ол ақыры оны қонақ үйде қызметші болып жұмыс істеп жүргенде кездестіргенін және ағылшын тілін әрең сөйлегендіктен әрең аман қалғанын айтты. Ол оны үйіне алып, оған үйленді. Сани оған қарияны тастап кетуді ұсынады. Егер ақшасы болса, оны қуана жасайтынын айтады. Келесі күні Джордж Саниді өз жеріне апарып, осында ойын-сауық саябағы салатынын хабарлайды. Сол күні Сани Ларисаны сол жерге апарып, оған жерді көрсетеді. Ол қатты қуанып, мұның бәрі соларға тиесілі болуы мүмкін екенін айтады. Сани абдырап қалды. Оны өлтіру керек екенін айтады. Жігіт мұндай мойындаудан шошып кетті. Сол түні ол кісі өлтірушіде жаман адамда емес, қорқынышты түс көреді. Келесі күні Джордж Ларисаға саябақтың макетін және оның қандай болатынын көрсетеді. Сол түні бізге фильмнің басынан бастап Сани Ларисаны ұстап алып, оны агрессивті түрде сүйетін көріністі көрсетеді. Бірнеше күннен кейін саябақтың құрылысы басталады. Сани әпкесі ауырғандықтан кетуге мәжбүр. Ал шын мәнінде ол Лариса оны сүйіспеншілікпен кездестіретін мотельге барады. Содан кейін олар қартты қалай өлтіретіндерін жоспарлай бастайды. Бұл идея қызға ұсыныс жасайтын Санидің басына келеді. Келесі күні ол оған өз идеясын көлікті қарбызға түсіру арқылы көрсетті. Оның орнына Джордж болатын. Бір күні ол ақыры Джорджды дәл орнына қою үшін сылтау табады. Лариса келіп, Джорджды өлтіретін тұтқаны тартады. Бірақ Сонидің қолы сол жерде тұрып қалады және оған кетуді айтады. Ол көлікпен кетіп, қанды аяқ киімін тастайды. Ал Сани полицияға хабарласады. Бір минуттан кейін Лариса полициядан қоңырау шалып, Джордждың өткенін естіп, қайғылы кейіппен үйге келеді және детектив Кроуфорд оны жұбатады. Сол түні Сани үйіне қайтып келеді, ал Кроуфорд оқиға туралы қызықты нәрсені сезеді. Ол Ларисидің лас аяқ киімін тауып алып, оны лақтырып жіберді деп ойлайды. Бұл уақытта Сани тез Ларисаны осы аяқ киімді іздеуге мәжбүрлейді. Лариса істегеніне өкінеді. Мүмкін олар мұны істемеуі керек еді. Бірақ Сани ашуланып, ол бәрін ұсынды, сондықтан бәрін соңына дейін жеткізу керек деді. Сосын таңғаларлығы екі аяқ киімді де тауып, өртеп жібереді. Келесі күні Кроуфорд Саниге қонаққа келді. Ол оған бірнеше сұрақ қойып кетіп қалды. Бірнеше секундтан кейін Лариса онымен сөйлесуге келеді. Ол уайымдады, ал Кроуфорд оларды алыстан бақылап отыр.
бір аптадан астам уақыт өтеді. Ал Лариса Джордж саябағын салуды жалғастыруда. Ол қазір оған тиесілі. Бір түнде Кроуфорд Санниге қоңырау шалып, станцияға келуін сұрайды. Сол жерден Лариса үрейленеді. Келесі күні олар вокзалға кеткенде, Кроуфорд олардың үйіне бару үшін осы мүмкіндікті пайдаланады. Бір сағаттан кейін ол станцияға келеді, және Санниге оның мәлімдемесі жалған екенін, және Джорджмен болған оқиғаның кездейсоқ емес екенін айтады. Ол медициналық сараптама көліктің Джордждың үстіне 2 рет құлағанын көрсетті. Сондай-ақ көлік құлау үшін тракторды шығарып алу керек екенін көретін бейнежазбаны көрсетті. Кроуфорд оны әзірше жіберді, бірақ ол оған қысым жасады, және мен бұл сіз екеніңізді білген бойда, мен сізді 2 өлшемді түрде жазалаймын деді. Содан кейін бізге шын мәнінде не болғанын көрсетеді. Сол күні көлік бірінші рет Джорджды түсіріп жібермеді, сондықтан Лариса оны тартып 2-ші рет жіберді. Үйде Лариса үрейленеді, бірақ Санни оны Кроуфордтың дәлелі жоқ, және бұл жай ғана теория деп сендіреді. Содан кейін ол одан сіз мені тапсырасыз ба деп сұрайды. Ол мұндай әрекетті жоққа шығаруға айғайлайды. Осы кезде Кроуфорд Ларисаға қоңырау шалып, ертең сайтқа келуін сұрайды. Ол үрейленеді. Бірақ содан кейін Санни өзінің баласына жүкті екенін, және оның жүйкесі нашар екенін айтады. Келесі күні ол полиция бөлімшесіне барып, бәрін мойындауды ұйғарады. Бірақ Ларисидің қатысы барын жоққа шығарып, оны туылмаған баласының анасын қорғау үшін жасады. Бұл уақытта Лариса хатпен оянады. Онда Санни оған және балаға не істегенін түсіндіреді. Сондықтан ол бәріне алаңдайды және онымен ешқашан хабарласпайды. Бостандыққа шыққаннан кейін ол жол тауып, оларды табады. Хатында ол оны жақсы көретінін бірнеше рет қайталады. Жылдар өткен соң Лариса Санниге тағы бір хат жіберді. Баласының жағдайы туралы оны жаңартқаннан кейін, оның қабырғада ұлының көптеген фотосуреттері бар, және екеуі хат алмасуды жалғастыруда. Содан кейін олар Ларисаға тақырыптық саябақты сәтті жүргізіп жатқанын көрсетеді. Өкінішке орай, ол Санниді алдайды, және ол ештеңеден күдіктенбеу үшін онымен әлі де ойын ойнайды, және бізге оның сүйіктісі фильмнің басында Джорджға шабуыл жасаған адам екенін көрсетеді. Ал Санни оны құтқарып қалды. Ол оның өмірін қимақшы болғаны белгілі болды. Біз сондай-ақ оның жіберген фотосы шын мәнінде жалған екенін білеміз. Суреттегі нәресте оның ұлы және оның қызметкерінің бірінің ұлы және оның ешқашан сәбиі болмаған. Фильм зұлым Ларисаның саябағына қарап тұруымен аяқталады. Ал Санни өлім жазасына бара жатқан өзінің жалған ұлының суретін ұстайды. Осы жерден кино бітеді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үшін рахмет. Видео ұнаған болса арнаға жазылып, лайк басып, өз ойларыңызды комментарияға қалдырып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.